Когда қаладағы ағаң үйіне қонаққа келдің? Мама айтып қойған екен ғой сізге бір күн жатып келеді. Үй осы. Өз үйіңді көрмейсің ғой, иә? Иә. Мен кетемін ғой бір күн. Неше күн? 2 күн. Ауылдан құр денеңді алып келдім ба? Ештеңе алып келмедім. Продукты ет. Қайтамын ғой сразу. Аяқ таза ма аяғың? Таза. Көрсетші. Кіре бер. Кешіріш байқамай қалдым. Жақтырмай жатсады да. Жоқ, жақсы көретінсің ғой сен менің. Үйде бір өзім жүріп үйреніп қалғанмын просто. Болмады, қымбат етші. Інім арқама массажда жүр. Қонатын жер керек шығар бүгін. Негізі қалай қасты айтanda үйді? Сатып алдым ғой, сатып. Сатып алғасыз ба? Жаңа өзгеріп кетті. Ауылда баняда тұратын еді білесіз ба? Өтті ғой біздер. Біз қалай алсақ болады? Қандай үй? Сатып аласың ғой інім. Болмаса телеграмнан Азапов деген кино 2000 теңгеге сатып алып көресің да. Соның ішінде бір адамға осы үйді сыйлап жатыр. Көрсей, может, бағың жанып кетер. Мүмкін, иә? Істеші давай. Анау мен кетті. Сәл қалып жүріп тастай салайын, иә? Жалғыз болғым кетші, қалай өзіме Ештеңе киіп кете бересің ғой. Мен қайталап қалдым ғой. Інім сәл ар жат. Қысып жатырмын ше. Жалғыз жатып үйреніп қалғанды. Бол жүргенсің ғой. Тағы ар жатшы. Ауа жетпей жатыр. Иә? Енді бол ма? Жоқ, тағы ар жатшы сәл. Ол үшін диванға жатпау керек болады ғой. Одан да ар жатшы. Нормально ма тағы? Сен қайтсай болмаса інім. Әпше бүгін бір өзім таңдап киінсем бола ма? Өзім бүйтіп ше. Ала берсей, саған бір істеп жатыр ма? Әпше қоңыр әдемі сияқты. Қолың тартып. Әпше ағын ал. Қойшы, өзім таңдаймын. Жүрші. Мен маған өзім киіне бересің. Жүр. Өзім киіне бересің дедім ғой. Әпше қызыл әдемі сияқты тақырады ше. Әдемі. Осы жоқ деп жүрші ана. Шортикті. Өзім таңдайсың дедім ғой. таңдап бермесем. Мен қол істемей қалып тұр. Ақ қалайықшы әпше қандай? Жүрші ана. Классикалық ше. Қандай? Жүрші ана, иә. Мынау ғой сен ашатын. Тым ешнәрсе таңдай алмайды, иә. Сен үндістер ұқсап қалдың ғой. Ана дедің күйеуі ұқсап. Девушка, маған бағасын айтшы, маған скидка бір нәрсе бар ма? Бізде скидка ертеңнен басталады. 18-19 20-сы полный товарға. Күшті ғой, жақсы ғой. Бәрібір андай мақта теретін болып қалыпты. Кетші. Ана сол талқып ана маған собой сап бересіңші. Или ше, ертең неште ашыласыздар, есен алып кете салайыншы. Таңғы 9-да ашылып, кешкі 22-нөлге дейін. Адрес қандай? Құжат Филбес А. Бұл ертең алып кетемін онда, иә? Когда ортаң пара жинап, күнде жиналып отқан жоқпыз ғой, бір суши қалайық та сабыразың қып. Ал. Бүйтіп, бір андай сабыразың қып. Қайда минерал қалайық та, бір 10 теңгеден тастасақ. Кезі бір нәрсе істемейміз бе мынау? 7 жыл болды ана футболдан келіп жүргенміз. Мен 4 жылдай болып қалды. 4 жыл болды ма? Мен 4 жыл болып қалды, иә. 16 ма, сондай ғой. Туылғалы келтеріп қалды уже. Мен қазір келем онда, звондайсыңдар ғой ма? Мегабайт жоқ қой бізде. Телефон жоқ қой менде. Wi-Fi бар ма негізі? Единса жоқ менде. Неменде бәлі? Менде әйтеуір бар ше, шүкір мегабайтын. Джокер Боб дейтін дүкен бар, содан аламын ше, Актив Билайн, любой номер ғой, короче. Қазақстанда ең арзан гигабайт сататын жер, короче. Қақымда olsun ондайларды. WhatsApp-да, Instagram-да бар ше, Джокер болып қалсаң, сразу жауап береді, сразу салып жүреді. Әйтеуір мегабайтын бар. Сендер сорлы кезіңдер ғой, а? Бейшаралар ай. Мен өзі жағдай жоқтан араласпаймын ше. Қойшы, бізбен давайласып отырсың. Жақсы. Құрық тауып отырсың. Өзім ортамды тауып аламын ше. Қате Wi-Fi қойсаңызшы. Мегабайтың бітіп қалды ма? Жазсай. М5 800 Gold Кал 4 F57 Бомбардино Ренатино. Жаздың ба? Қате дейді ғой. 2 минут уақытым бар. Үлгерсей. Абай, мен сәл шөлдеп отқан сияқтымын, суға кетіп тұршы ма? Не қойықшы? Мен телефонымнан Wi-Fi еганым. Не олды бір бәле болса, Wi-Fi дейін көресіңдер, Wi-Fi аламыз берсе. Қате Wi-Fi жүрсіз ба? 3 минут қосылды. Ренат Wi-Fi қосыпсыз? Ама болмаса Джокер Боб дейтін дүкен бар ше. Гигабайт сатады ше, арзан ше. Актив Билайн телефон, любой номерге бар ғой. Ең арзан дүкен, короче, содан сатып алсаңыздар. WhatsApp-да, Instagram-да бар ше, жазсаңыз сразу жауап береді ше. Філ демесе жауап бермей. Жан, ертең кірпігім істетейін ба, ерім істетейін ба? Басын істетсей. Оны бопты қоя берші. Бүгін сен бір жерге апарам ше. Қай жерге?
күшті жүрмін, а? Yok, сәлден кейін апарамшы. Көзің байлықта сен. Мәжан, қаға келдік? Дубайға келіп қалған жоқсыз ба? 2 минутта Дубайға қоймайды. Қуасың ба? Мәжан, қолыма бір бәле тиіп жатыр ше. Дайындал. Қақтамыз? Қарсы. Оля, жан, қай жерге келіп қалдық біз? Бұл жер ше Гүлзар дейтін гүл өсіретін теплица ғой. Шымкент қой бұл балапан. Бүкіл қалаға доставка бар ғой. Бұндай гүл басқа жерде жоқ қой короче. Мына жерде гүлдердің бәрі әдемі екен да. Гүлдердің арасында сені таппай қалып жатырмын ше. Қаяқтасың? Қоя беремін. Сөйте саламын, қойдым. Мыналар әдемі екен, я? Я білем ғой әдемі екен. Сәл бір-екі басы үйге. Ең арам жүріп басып кеткен болса қарасай. Ма, дам кетті. Шымкенттен шығады, не шықса да, я? Я? Сен де Шымкенттен шыққан жоқсың ба? Достар, бұл жердің адресі Гүлзар теплица десеңдер шығады ше. Бүкіл гүлдің түрлері бар. Кішкентайы, бой ұзындары, үйге керекті барлық гүлдердің түрлері бар. Осы жерде өндіріледі. Қазақстандық өнім. Шымкентте ғой. Доставкасы бар, барлығы бар. Керек болса, Instagram, TikTokқа жаза берсеңіздер болады. Неге мағыналы видео түсірмейсің? Жастар не тәрбие алады дейді. Не мынау? Манты ғой. Сен жұмыстан шықтың, кет. Көреміз. Ей, бауырым не болды саған? Ей, бағана бір кафеде себепсіз шығарып жіберді жұмыстан. Сені ма? Иә. Жүр. Не істейміз? Орныңнан тұр бауырым. Мен сені аяққа тұрғызам. Қойыңызшы бірақ. Иә. Кеттік. Аллахай. Не мынау? Ден дұрыс тамақ дайындамайсың ба? Кет құры бар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Сенің түрің таныс қой. Не мынау? Ринат? Өзгеріп кетіпсің. Кафең құлдырап жатыр деп естідім. Сатпасқа амалың қалмапты. Банкротқа ұшырапсың. Сату керек болып тұр. Мен соны сатып алуға келдім. Маған официант болып жұмысқа кір. Амал жоқ болып тұр ғой сенде. Болды, келістік. Сен не істеп жатсың бауырым? Манты ғой. Мантыны бұлай істемейді, жігіт, жұмыстан шықтың. Өмір бумеранг. Мен осы сәтті қанша жыл күттім. Рахаттанып қалдым мысалы. Өмір алма кезден. Мына түсірілім зор шықты жігіттер. Когда мамаң бірінші рет косметика алды? Иә, Мерекушадан алдым ғой. Ой, қойш, бұларға сасаң әпермейді. Жұрттың балдары дейсің ба? Әперетін. Өзің әрекет қылмасам, қайдан бұлар? Бетің маймылдың бетіне ұқсай ма? Неге беттен қорғап кеткен? Неге өздеріңе қарамайсың да? Қалай жүре бересіңдер сасып? Бізді сәл-пәл жағайықтап бетіңізге ше. Мерекушаның инстаграмында биодағы сілтемеге кіріп, жабық көрсетілімде прямой эфирде сатады. Осы заттарды алғандардың арасынан Шымкент қаласынан 30 миллиондық квартира, Land Cruiser машина, 10 миллиондық ақшалай сыйлық беріп жатыр. Ой, біз сәл жағып алсақ болды. Сәл кішкентай. Қыре, өздерің сатып алыңдар керек болса. Не шығып жатыр, айтпақшы, сендер беттен таза емес екен ғой. Бәсе, сасып жатыр. Бір телефонда әкесі бар, заказ берейік бізде. Қатты кетіп брадыр, отчада. Когда кредитке машина алдың? Анау Ринат емес па? Есін ашып жерлер. Базар жоқ машина құтты болсын, Ринат. Ұстамай ақ қойшы. Сүртіп алсақ қолын. Азында жүк шыққан Бәрі тазалау керек та. Машинаға зиян ше. Өлең қосақ та өлең тыңдайықшы. Қоспай ақ қойықшы. Біздің новый ет ше. Жаңа өзің айда берші. Новый ма? Жарығым-ай. Ринат, сен кеше ғана бейшара болып жүрмін, қайтып алдың ба машина? Айтса бізді алаяқта. Нұрсұпыратаның Азартик деген киносы бар. Телеграмнан 2000 теңге сатып алып көресің. Көбі сыйлап жатыр осындай, саған бұйырып қалатын деп. Маған уже керек емес ше. Родной кетті ана қыздар күтіп қалып барайық дейсіз. Барамыз ғой, сендер бұлай бара беріңдерші. Үстеріңнен бір түрлі еш шығып жатыр ше. Сасып кетеді просто. Кеттік онда. Сәл ары жүріңдерші. Иіс ұрып жатыр ше терезеден. Сәл ары. Сәл ары. Когда братанның шашы 2 сантиметрден асты? Қате шашыңыз өсіп қапты ғой, Иә, өскен ғой. Қатты байқалып тұр ғой. Абай, басыңды қолап берші. Қолыңа перчатка киіп істесей, шашың кір қыласың. Абай, фенді әкеші. Бұндай арзан фенмен кептірмеймін мен. Өпіліп кептір. Мен тағы да жуып келе салам ғой. Шашым.
Абайлай шашымды. деп осындай видео түсірдік достар. Тарит ақтай ма ақтамай ма білмейміз. Бірақ та Instagram тіркеп кетеді жандар. Достар 100 мыңға жете алмай жатырық ше. Құдай қаласа сәл қалып тұр. Күтеме. Алға. Біздің артынан